Міне біз кезекті клиентіміздің үйіне келіп жеттік. Бұл жерде сэндвич панельдің екі түсін таңдап алды. Мұқан деген ағамыз. Міне қазір жұмыс барысымен кішігірім таныстырып кетейін деп жатырмыз. Бұл кісінің стенасы кішкене қисық болған себептен бұл кісілер профильмен каркас құрып, арнайы осы профильге қатырып жатыр. Ешқандай қиындықсыз, ешқандай кедергісіз, өте керемет, сондай тамаша көрініс беріп тұр. Бұның қалыңдығын міне оператор жақыннан көрсетіп кетіңіз. 1/6 болады толщинасы. Түсі осындай қоңыр кірпіштектес, өте керемет сапасы. Және айтып өтетінім, направляющий, ең астындағы направляющий міндетті түрде жүреді. Не себептен десеңіздер, осы направляющий бірінші шуруппен қатырасыздар. Осыған бірінші сэндвич панеліңіз киілгендіктен, келесі сэндвич панельдеріңіз дәл осындай оқтай дүп-дүзу өте әдемі болып тұрады. Және мықты, ертең қар, мұз ештеңе болмайды. Бұл жерде темір. Осы міне кезекті екінші расцветкісін бұл кісі бірінші қабатына осындай қоңыр түсін таңдап алды. Бұл жерде лағманхана, гүлдер, тәтті әлемі және алдында донорный бәрі бар. Бұл жерде барлығы дерлік осы бірінші этажына қоңыр түсін таңдады. Екінші этажына осындай әдемі бежевый светін таңдап алды. Шаңы кірі білінбейді. Өте керемет сәйкестік. Мұқан ағаның өзі таңдап осы светті деп айтып кетті. Бұның ерекшелігі сэндвич панелінің достар кез келген черновой стенаға, қара сылаққа бірден бекітіп кетсеңіз болады. Егер қабырғаңыз оқтай дүп-дүзу болса, профиль директорат каркассыз-ақ бірден сэндвич панеліңізді шуруппен қатырып кетсеңіздер болады. Бұл жерде және енді қисық болған себеппен осылай профиль қатырып кетіп отыр. Светі өте керемет, жұмыс әлі толық дерлік біткен жоқ. Бұл жерге терезенің жақтауына арнайы терезеге арналған жақтаулары бар, есіктің шеттеріне. Және міне төбесінде де, астында да осы аз қалды. Алғанда бар болған достар, 4 күн болған Мұқан ағамыздың міне кезекті объектісі полный толығымен бітті десек те болады. Бір кішігірім жұмыстар қалды. Алла қаласа осыны бітіріп, сіздерге бітіріп болғаннан кейін тағы бір әдемі видео жолдайтын боламыз.